Сәлем шеберлер, ендеше бүгін сіздермен бірге дәл осындай дивандегін тігуді үйренетін боламыз. Барлығын мұқият қарап алыңыздар, барлықтарыңызға істеріңізге сәттілік тілеймін. Сіздер осы сабақты жақсылап қарап алыңыздар, бізге қажет болатын осындай клеенка және де маркер. Өлшем алу үшін қазір келіп тұрмыз, өлшемді жақсылап алып алғаннан кейін біз жұмысымызға кірісеміз. Ендеше жақсылап қарап алыңыздар. Міне біз қазір диванымыздың артқы бөлігін бір бөлек аламыз. Яғни артқы бөлігін өлшемін бір бөлек аламыз. Артына қарай бір 10 сантиметрдей кіргіздім. 10 сантиметрдей кіргіздім. Және бізде мына жерде жанына қосылатын бөліктер де бар. Бұны да міндетті түрде ескеру керек. Міне, біздің диванымыздың мынау несі қалай айтсам екен, тігілген сызығынан міндетті түрде белгілейміз. Сызып аламыз. Міндетті түрде сызып алуымыз керек. Астыңғы бөлігінде, үстіңгі бөлігінде. Астыңғы бөлігін сызып алғаннан кейін, мынау біздің диванымыздың сызықтары, яғни тігісі тұрған жерден тағы да былай сызып алып жатырмыз, айналасын. Артқа қарай 10 сантиметрдей түсірдім. Өйткені киіліп тұру үшін. Және мынау екі ортаны біз қосымша матамен тігетін боламыз. Біздің енді жоғарғы жағындағы бөлігі, мынау біздің қайырлатын бөлігіміз. Міне осы жерден де біз міндетті түрде белгілеп кетуіміз керек. Бұл біздің сызығымыздың, дивандегіміздің несі, мынау жаңағы жаны десек те болады. Бұл жоғарғы келіп тұрған сызық, одан кейін мына жерден тағы да сызық бар. Мына бөлікті бөлек тіксек те болады, бөлек тікпей бірден жаңа цельнокройный дейміз ғой, бірдегелкі қылып істесек те болады. Ендеше мына матамызды дәл осылай келтіріп, мынау жоғарғы бөлінетін жаңағы не болатын жері, қайырлатын жері артқа қарай, одан кейін біздің биіктігіміз артқы бөлігіміздің мына жерге дейін ішке қарай кіргізіліп тұру үшін бұлай мынаның бәрін кіргізіп жатырмыз. Яғни мынанша ұзын болу керек біздің неміз, біздің клеенкамыз жетпей қалды дегенмен сіздерге ой беріп жатырмын. Мына жерге дейін ұзын болу керек. Бұны жақсылап қарап алыңыздар. Ал мына жерінің вставкасы, яғни бөлек вставканы, бұны біз бұны бөлек алуымыз керек. Қазір оны бөлек көрсететін боламын. Дәл кесілген кезде мынау осылай ұзындықпен кесіліп, ары қарай артық матасы шығу керек. Сол кезде сіздің мынау дивандегіңіздің жоғарғы жағы киіліп тұрады, қапшық сияқты болып. Ендеше біз мына жерден қазір белгілеп алдық та, мына жерге дейін кеттік. Одан кейін біздің мына бөлігіміз, яғни жаңағы қосымша болатын бөлігімізді бөлек осылай сызып аламыз. Бұл төменге дейін түсу керек. Бұл сызық мына жаққа дейін түсу керек. Одан ұзындау болса да болады. Бұл бок деп жазып қоям, яғни боковой кіргізетін жер. Осы бойынша біз мына жерінің қосымшасын тігеміз. Мынау алды, мынау арты. Бұны міндетті түрде осылай жазып отырасыз. Арты. Ендеше біз енді астыңғы бөлігін істейміз. Енді бізге қазір бөлік жасалатын бөлік, ол біздің отыратын жеріміз. Бұны да біз дәл осылай өзінің формасымен, біткен жермен сызып аламыз. Міндетті түрде ары қарай артық
10-20 сантиметр ары қарай артық кесеміз. Былай қарай да артық кесуіміз керек. Одан кейін мына жерінде бүктетіліп тұр. Бүктемей, мына өзінің формасы деген мынау диванның өзінің формасымен сызып шығамыз. Бұл дивандіктер тіккен кезде бір ғана ескеретін жайт, бірнеше рет өлшемді тексеріп, примерка дейміз ғой, қажет болады. Өйткені дивандық бір жасағаннан шығатын дүние емес. Міне, дәл осылай, былай қарай 5 сантиметр, плюс 5 деп қоям, былай қарай плюс 10 сантиметр қосу керек, ары қарай іші кіру үшін. Біз міне біркелкі формамызды шығарып алғаннан кейін, мына жерден бастап формамызға қосымша тігіледі. Оның да өлшемін алып қойсақ артықтық етпейді. Барлық форманың бәрін өлшемін алуымыз керек. Міне. Мен қазір отыратын жерінің формасын алдым. Енді бізге подлокотниктің формасын алу керек. Енді соңғы біздің жұмысымыз бұл қол қоятын жеріміздің формасын алу. Міндетті түрде артық мата алып отырыңыздар. Өйткені артық болып жатса, кесіп тастау, қысқарту бізге оңай болады. Ал тар болып жатса, үлкейту қиын екенін өздеріңізде білесіздер. Бұл енді подлокотник дейміз. Оны да осылай формасымен алуымыз керек міндетті түрде. Бұның да формасын алып алғаннан кейін, мына жерінің формасына бөлек өлшеміне бөлек мына ішке дейін кіргізіп, дәл осы тұрған күйінде сызып аламыз. Яғни дөңгелек болып тұр. Міне, осы дөңгелек болып тұрған бөліктің бәрін былай кесіп алуымыз керек. Міне, ішке кіргізген жерге дейін, кірген жеріне дейін кіргізу керекпіз. Не, мынаның керегі жоқ. Осы бөліктің бәрі бізде кесіледі. Міне менің қолымда қазір синтепон, яғни асты гелевый покрытиемен деп те айтсақ болады. Яғни гельмен жапсырылған синтепондар. Бір жағы осындай майда-майда велюрмен істелінген, екінші жағы астарына гель жапсырылған синтепон. Дәл осыны біз бағанағы диванымыздың несі кесіп өлшеп алған лекалымызды нақтылап сызып алғаннан кейін сол бойынша басып алып, яғни барлық жерін мүмкіндік болса бірінші бірдей қылып істеп алуымыз керек. Яғни симметриялы жағынан бірдей болу керек. Сол үшін міне артық жоғарғы жағына, арт жағына 10 сантиметр тастадым. Артық үстіңгі жағына, өйткені бұл бізге өте қажет. Симметрия жағын міндетті түрде лекаланы тексеріп алыңыздар. Одан кейін барып біз лекалымызды дәл осылай артық алып отырамыз. Яғни 3 сантиметр артық кесіп отыруыңыз керек болады. Бұл жаны, естеріңізде болса, жаны, оны да біз кішкене артық алып жатырмыз. Мүмкіндік болса, енді диванның жапқышы, яғни біздің дивандек деп айтып жатамыз, қабын, бұны біз кішкене үлкендеу алып, одан кейін мүмкіндік болса бірнеше рет өлшеп алып, тигізіп алып жұмыс жасауымыз керек болады. Яғни сіздер осындай бір тапсырыс алып жатсаңыздар, міндетті түрде ол үйге бірнеше рет бару керектігін ескеріңіздер. Міне, барлық бөліктерін негізгі лекалыға қосып, біраз қосып жатырмын. Бұл отыратын жері,
отыратын жерінен артына қарай, яғни төменге қарай біз біраз 20-30 сантиметрдей артық тастап жатырмыз отыратын жерінен артқа қарай. Өйткені артқа қарай ішке кіріп тұрса, ол шығып, қозғалып, сізге жаңағы не істемейді, қалай айтсам екен, кедергі келтірмейді. Сол үшін бұны да ескеріңіздер. Бұл жерде әрі енді диван дектің жаңағы несі, қалай айтсам екен, диван дектің шығыны, мата шығыны, ол енді әрқайсысына индивидуальны болады, яғни жеке есептелінеді. Жаңағы менің кішкентай кесіп алған жерім, ол артқы бөлігінің, яғни арқасының жаны, ал қазір кесіп алып жатқан жерім, бұл мынау қолымыз қоятын жердің айналып жаңағы мүйіз тәріздес болып тұрған жері. Барлығын лекала бойынша артық алып отыруды ұмытпаймыз. Яғни бұл міндетті түрде артық алып отыруымыз керек. Одан кейін бірнеше рет осы диванның өзіне барып, бірнеше рет өлшемді тексеріп көру керек болады. Оны да ескеріңіздер, өйткені диван дек тігу сіз ойлағандай оңай жұмыс емес. Яғни бұны тапсырыс берушіге де сіз бірінші тапсырыс алып жатқан кезде бірнеше рет айтуыңыз қажет болады. Одан кейін бізге сол жаңағы синтепон деп жатырмыз ғой, астары гель синтепонымыздың жанына осындай өзінің цветінен кәдімгі біздің велюр дейміз ғой, көп қолданып жатырған перделік велюр матасынан 6-7 сантиметр етіп кесіп аламыз. Яғни бұл біздің тігістерімізді өңдеу үшін қажет болады. Соны ескеріңіздер. Осындай жолақтарды көп етіп кесіп алуымыз керек. Өйткені бұл жолақтар біздің жаңағы дайын болған дивандегіміздің тігістерін жауып тұруға көп көмектеседі. Бірнеше рет кесіп алып жатырмыз. Бұл сабақта енді диванның үлкендігіне байланысты, диванның кішілігіне, кейбір креслолардың жасауына байланысты біздің жаңағы немізде әртүрлі болады, яғни мата шығынымызда. Міндетті түрде жолдақтарды тігіп алғаннан кейін бір-біріне қосып тігіп алыңыздар. Кесіп алғаннан кейін, пішіп алғаннан кейін міндетті түрде осылай қосып алуыңыз қажет болады. Түктері бір жаққа қарап тұрсын, өйткені түк бір жағына қарамаса, өздеріңіз білесіздер, барлығы бір-біріне жаңағы құбылып кетуі мүмкін. Яғни түктері құбылып кетеді. Дәл осылай барлық айналмалы жерлердің бәрін өңдеп шығамыз. Өңдеу осылай болады. Бұл енді шет жақтары өңделіп жатыр, бір-біріне қосылмайтын жерлерін өңдеп аламыз да, одан кейін қалған жағының бәрін бір-біріне қосып тігіп шығамыз. Егер де сіз матаның өзімен жасаймын деп жатсаңыз, онда астына осындай қалың синтепон жасасаңыз да болады, негізі жасамасаңыз да болады. Енді жасамайтын болсаңыз, ол кезде осындай өлшеммен алып созылатын матамен жасасаңыз, онда өзіңізге ыңғайлы болады. Яғни созылатын мата кез келген диванның өзінің формасын беруге сізге көмектеседі. Ол кезде енді жай ғана формасын ұстап тұрмаса да, жай ғана өзінің тез-тезден жуып, тез-тезден жаңа кір болып қалған кезде ауыстырып тұруға ыңғайлы болады, созылатын матамен істесеңіз. Оны да дәл осылай біздің жаңағы пленкамен өлшем алған сияқты қылып, солай өлшемін алып, дәл сол өлшеммен артық мата алмай тігіп шығуларыңызға болады, бір-бірін қосып. Яғни созылатын маталарға артық алудың қажеті жоқ. Ол созылуымен өзінің формасына келеді. Соны ескерсеңіздер екен. Міне, жаңағы біз кесіп алған жолақтарымызды осылай барлық жерін айналдырып, яғни ашық тұратын жерлерінің бәрін біз осылай айналдырып
өңдеп алғаннан кейін біз қазір лекалаларды бір-біріне қосу барысына кірісіп жатырмыз. Яғни біздің жаңағы кесіп алған арқасының жандарын, сосын жаңа қолымызды қоятын жерлерімізді бір-біріне кесіп алып жатырмын. Енді әркім әрқалай тігеді, кейбір кісілер қолын қоятын жерлерді бөлек істеуі мүмкін. Бұл енді өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Ал оны біркелкі қылып, тұтас қылып істеп шықсаңыздар да болады. Ол енді әр тапсырыс берушінің қалауына байланысты болып келеді. Соны да ескеріңіздер. Біз енді қазір жанын қосып жатырмыз. Яғни мына қолымыз қоятын жерден қалыңдығын беріп тұратын жер, дөңгелек болып тұратын жерін қосып жатырмыз. Дәл осылай лекала бойынша қайсысы алды, қайсысы арты клеенканы сіздер кесіп алып жатқан кезде, яғни пішіп алып жатқан кезде, сызып алып жатқан кезде, үсті, асты деп міндетті түрде сіздер оның бәрін белгілеп отыруыңыз керек. Одан кейін клеенкадағы сызықтардың барлығын бір-біріне симметриялық жағдайда келтіріп алуымыз керек. Яғни бір жағы кішкентай, бір жағы үлкен болмас үшін салыстырып үлкен қылып жасауымыз керек. Енді қазір мен арқа бөлігіндегі мына ортасына түсетін жерін жасап жатырмын. Яғни бұл арқа бөлігінде қалыңдықты беретін жер, яғни біздің мына арқамыздағы неміз, дивандегіміз тұтас болып келеді. Яғни тұтас болып келетін болғандықтан оның артық матасы, яғни 20 сантиметрдей біз артық алған болатынбыз. Ол артқа кіріп кету керек арқасындағы жер. Сіз осы видеоны бірнеше рет қарап шығып, жалпы өлшем алу технологиясын түсініп алсаңыздар, ешқандай қиындық болмайды. Ең бастысы өлшемді дұрыс алсаңыздар болды. Одан кейін егер де осындай қалың матамен тіге алмаймын дейтін болсаңыз, онда сіздер жұқа созылатын матамен тігуге кеңес беремін. Өйткені егер де сіз жұқа матамен тігетін болсаңыздар, онда сіздер міндетті түрде артық мата тастамай тігулеріңізге болады. Мына жерде біз мына синтепонды оверлоктан өткізуіміз өте қиын болады. Оны ескеріңіздер. Сондықтан ішкі жағынан жаңағындай жолақтармен өңдеп шығуға болады. Оны да ескеріңіздер. Өйткені ішкі жағынан да әдемі болып тұрған қажет. Егер де сіздің оверлогыңыз өтпейді деп не істеп жатсаңыз, дәл осылай барлық жерін айналдырып, кәдімгі машинкамен, яғни осындай өндірістік машинкамен тігу оңай болады. Сондықтан өндірістік машинкаларыңыз болып жатса, қорықпай канттың өзімен, кант деп айтамыз ғой енді, жолақтармен өңдеп шығуға болады. Осыны ескеріңіздер, қыздар. Дәл осылай барлық жерін өңдеп шығасыздар, айналдырып. Бұдан кейін сіздердің дивандарыңыздың төменгі жағына, яғни алдыңғы бетіне төменіне жолақ жасағыңыз келсе, яғни түсіп тұратын жолақ жасағыңыз келсе, онда сол төменге түсіп тұратын бөлігіне складкамен, яғни көбелек тәріздес қылып складка жасап, оны да осы төменгі жағына, диванның төменгі жағына қосып жіберулеріңізге әбден болады. Бұл жерде ешқандай қиындығы жоқ. Өздеріңіз байқап тұрсаңыздар, ең бастысы өлшем алуды түсініп алсаңыздар болды. Мен ойлаймын, сіздерге өлшем алу қиындық тудырмайды. Сол клеенкамен әдемілеп өлшеміңізді алып, бірінші кезекте егер матаңыз созылмайтын мата болса, онда артық алып отырыңыздар. Созылатын мата болса, артық алудың қажеті жоқ. Кез келген қалыңдықта дивандықты тігуге болады.
матаңыз созылмайтын мата болса, артық алып тіксеңіздер, одан кейін бірнеше рет диванға барып өлшемді кигізіп көріп, яғни сіздің тігіп жатқан дүниеңізді кигізіп көріп, өлшемді қайта-қайта жаңағы туралап отыруға, яғни нақтылап отыруға тура келеді. Ендеше мен қазір қолыма матаның, яғни дивандегіміздің синтепон матаға ұқсас велюр матасын алып, содан мен 35 сантиметр жолақтарды кесіп алып жатырмын. Яғни бұл енді біздің диванымыздың биіктігіне байланысты болып келеді. Қанша сантиметр биік болу керек? Кейбір дивандар 60 сантиметр, 50 сантиметр деген сияқты әртүрлі биіктікте болуы мүмкін. Біздікі енді кішкентай болғандықтан, кішкентай ғана ұзындықта, яғни биіктікте кесіп алып жатырмыз, яғни 35 сантиметрден. Сол екі жолақты бір-біріне кесіп, бір-біріне қосып жатырмыз. Қосылған жерін оны міндетті түрде оверлокпен жүргізесіздер. Одан кейін матаның несі? Матаның шығыны сіз міндетті түрде бірінші мына өлшемді алған кезде, яғни пленкаге алғаннан кейін барып матаға қойып көру арқылы есептеулеріңіз керек деп айтар едім. Өйткені дивандардың, отыратын дивандардың өлшемдері өте көп. 2 адамдық диван, 3 адамдық диван, бұрышқа тұратын диван, оң жақты бұрыш, сол жақты бұрыш, немесе екі жаққа қарайтын бұрыш деген сияқты әртүрлі дивандар болады. Сол үшін бірінші кезекте матасын есептеместен бұрын сіздерге ең қажетті нәрсе ол өлшемді алу, пленкамен алу, одан кейін сізге қандай мата керек, сол матамен есептеп шығу. Сол кезде сіздердің барлық шығындарыңыз есептеледі. Байқасаңыздар, мен қазір мынау төменгі бөлігіне, яғни дивандықтың төменгі бөлігіне қосылатын жолағымызды оверлок тігісінен өткізіп барлық жерін, одан кейін 1 сантиметрмен қайырып тігіп шықтым. Одан кейін мен үтік басып алып жатырмын. Міндетті түрде үтікпен жұмыс жасаңыздар, өйткені үтік басылмаған тігіс өте ыңғайсыз көрініп тұрады және сапалы жұмыс болмайды бұл жерде. Үтікпен жұмыс істеген кезде көп нәрсе әдемі көрінетін болады. Мен қазір бұл дивандыкты жасаған кезде, яғни жолағын төменге түсірген кезде екі вариантпен сіздерге көрсетемін. Яғни мен қазір астар жағында ақ болып тұр ғой біздің астар жағымыз. Соған тігісімізді сыртқа қаратып тігіп жатырмыз. Міне велюрды үстіне қаратып, яғни астарға емес, сыртына қаратып тігісімізді сөйтіп тігіп жатырмыз. Мен сіздерге екі түрін көрсеткім келіп, сондай бір әдісті көрсетіп жатырмын. Міне, мынау біздің оң жағымыз, мынау біздің астыңғы жағымыз. Бұл бүрмелі тігісті бір жақты бүрмелі қылып жасаса да болады, немесе көбелек бүрмелі қылып жасаса да болады. Бұл енді әркімнің өзінің қалауына байланысты және өздеріне қандай нәрсе ыңғайлы, соған да байланысты. Өзімізге қажетті жерге дейін бүрмелеп келгеннен кейін біз бағанағы жолақтарды, яғни кант жасаған жолақтарды, шеттеген жолақтарымызды сол тігістің үстінен тағы да тігіп шығып, қайырып кантымызды алдыңғы жағынан көрінетіндей қылып әдемілеп тігіп шығуға болады. Яғни қазір мынаны асықпай қарап шықсаңыздар, қайтадан мен үстіне осылай кантты тігіп жатырмын. Міне, дәл осылай болып тігіледі. Теріс жағымен тігіп жатырмын. Қазір оң қаратқан кезде ішінен де сыртынан да өте сапалы жұмыс болу үшін. Енді бұл жерде әркімнің өзіне қалауына байланысты, дегенмен бұл нәрсені біліп қойғанда сіздерге артық болмайды. Біз өзімізге қажетті жерге дейін немізді жасағаннан кейін, жаңағы жолағымызды жасағаннан кейін, алдыңғы жағынан, яғни оң жағынан дәл сол жолақтарды ішіне қайырып, мүмкіндік болса инемен сүйреп тіксеңіздер болады, болмаса осылай өзінің де бағыты келіп тұрса, яғни айналып кетпей тұрса, осылай да тігуге болады. Бұл енді сол тігіп жатқан кезде өзіңізге көрінеді. Аударылып кетпей, айналып кетпей тігілетін болса, қорықпай осылай тіге беруіңізге болады.
Міне дәл осылай алдыңғы бетінен өте әдемі, сәнді, сапалы жұмыс болады. Міне байқасаңыздар, бұның дайын күйінде дәл осылай үстіңгі жағынан қарағанда солай тұрады. Яғни біздің кантымыз сыртында тұрады. Егер кантымды іште қалдырамыз, немесе тігістің барын ішінде қалдырам десеңіз, кәдімгідей екі велюрды бір-біріне беттестіріп, дивандекке велюрды беттестіріп, оң жағын ішіне қаратып, үстінен кәдімгі бүрме тігіспен тігіп шығасыздар. Бүрме тігіспен тігіп шыққан кезде, енді ішкі тігісті мен осылай қалдырмаймын, оны да әдемілеп сәндеп шығам дейтін болсаңыз, оны да кант тігісімен сәндеп шығуларыңызға болады. Кант тігіс дегені шетін жиектеген тігісті айтып жатырмын. Міне, біз қазір міне бүрмелердің барлығын салып шықтық. Енді ішкі жағындағы тігісті өңдеу үшін кант тігіспен тігіп шығып жатырмын. Бұл тігісті барлық жеріне де жасауға болады, ішкі жағындағы тігістердің барлығына. Енді ол өздеріңіздің қалауыңызға байланысты, немесе жақсы сапалы қалыңдықты алатын жақсы оверлогыңыз болса, оверлог тігісімен де өңдеп шығуға болады. Сондықтан бұл өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Немесе жақсы осындай гель жабыстырылған синтепон болатын болса, сырылған синтепон болатын болса, ол кезде оның тігістері шығып кетпейді. Сондықтан бұл жерде бір тігістің, түзу тігістің өзімен де қалдыруға болады. Бұл енді сіздердің қалауларыңызға байланысты. Ішкі жақтағы тігістің барлығын мен қазір тағы да тігіп жатырмын, өңдеп жатырмын. Міне. Ендеше біз дивандегімізді кигізуге келдік. Байқасаңыздар, үстіңгі жағы, міне мен кигізіп жатырмын, бөлек. Астыңғы жағына міндетті түрде 10-15 сантиметр артық тастаңыздар. Сонда ішіне қарай осылай кіргізіліп тұрады. Одан кейін тігіс барысында міндетті түрде бірнеше рет өлшем алуға келулеріңіз керек. Яғни сіздің тапсырыс берушіңіздің үйіне бірнеше рет баратыныңызды басынан өлшем алу процесінен бастап ескертіп қойыңыздар. Міне, екі жанын біз қосып жібердік. Осы екі жанын қосып жіберген жерді біз ішке қарай кіргізіп қойып жатырмыз. Екі ортасының тесік болып тұратын жерге міндетті түрде 10-15 сантиметр артық тастап кетуді ұмытпаңыздар. Және көбіне мен осындай гель несі бар, астында гель жабыстырылған синтепон алыңыздар деймін. Яғни бұл матаның өзі осындай гель жабыстырылған, үстіңгі жағы велюр, астыңғы жағы гель жабыстырылған синтепон. Сондықтан өте ыңғайлы, яғни сіздер бірнеше қабат жұмыс не істемейсіздер, мата тікпейсіздер. Міне біздің дивандегіміз аяқталды. Мынау біздің домалақ болып тұрған жеріміз, бұл біздің бүрмелеріміз. Осындай әдемі, сапалы жұмыс болды. Ендеше баршаңызға істеріңізге сәттілік тілеймін. Сіздермен бірге болған мен Гүлшарат Жұбаева. Әрқашан жақсылықта, тек қана өнерімізді, кәсібімізді ары қарай дөңгелетіп, халықтың алғысына ие болып жүре берейік. Қош, сау, саламатта болыңыздар.